Бүгін сіздермен осындай үй жағдайындағы жұмсақ әдемі медовик тортын жасайтын боламыз. Видеом кішкене ұзақ болып кеткен екен, алдын ала кешірім сұраймын. Маргаринді газге қойып, осылайынан үстінен шекер және балды салып араластырамыз. Газдегі массамыз еріп жатқан кезде осындай пищевая сода шай қасықпен жарты қасық салып жақсылап қозғаймыз. Осылайынан көпіршік болып көтеріледі. Балдың арқасында осындай қанық түс береді. Газдың астын өшіріп, суығанша біз мына жақта 3 жұмыртқаны шағып венчикпен араластырамыз. Газдегі массамыз суығаннан соң жұмыртқаға қосып миксерлейміз. Газдегі массамыз міндетті түрде суысын, болмаса жұмыртқаларымыз ыстыққа пісіп кетеді. Осылайынан жаймен ұн салып қамыр илейтін боламыз. Мінекей, қамырыңыз қатты болып қалмасын, жұмсақ болу керек. Балдың арқасында осындай әдемі түсті қамыр шықты. Кішкене тындырып қойғаннан кейін қамырымызды аламыз да майда бөліктерге, яғни шариктерге бөліп шығамыз. Менде 6 дуала шықты. Осыларды шарик етіп, домалақтап қойып, оны қайтап пакетке кигізіп демалдыруға қойып қойдым. Мінекей. Сол кезде біз ары қарай уже қамырдың арасына жағатын кремге кірісетін боламыз. Ол үшін шекерімізді саламыз. Және де шекердің үстіне кішкене ұн салып, жақсылап араластырып, оның үстінен сүт құямыз. Сүтімізді салған соң жақсылап араластырамыз, яғни комок болып қалмау керек. Және де бір жұмыртқа қосып миксерлейміз. Мінекей. Однородный масса шығады, біркелкі. Оны газге қойып, тоқтамастан қозғаймыз. Өйткені тоқтап қалсаңыздар, біраз газде тұрып қалса, түбі күйіп кетуі мүмкін. Кішкене май қосасыздар, немесе маргарин қоссаңыздар да болады. Осылайынан араластырып, кішкене қоюланған кезде астын өшіріп қоямыз. Біздің демалып тұрған шариктерімізге ораламыз. Мінекей, оларды келіп жая бастаймыз. Осындай противеньге жайып, вилкамен тесіп шығамыз. Қатты іскетпей, біркелкі болу үшін вилкамен ауа өтсін деп осылайынан тесіп шығамыз да газге жібереміз. Бұл өте тез піседі, қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Піскеннен соң алып, белгілі бір формада, осылай менде микроволновканың ішіне салатын крышканы алдым. Сол формада кестім де, жанындағы артық қамырларды шетке алып қойдым. Мінекей, әдемі болып пісті. Осылайынан әрбір зуалаңызды пісіріп, шетін кесіп алып қоясыздар. Бір размерде болып, әдемі болып шығады. Осылай артық қалған қамырды бір ыдысқа салып алып қойыңыздар. Оны езіп, біз крошка дайындайтын боламыз. Алда пирогтың үстіне себуге. Мінекей, артыда осылай бір тегіс әдемі болып шыққан. Осылайынан енді бір ыдысқа салып жинайтын боламыз. Әрбір корждан кейін осылайынан кремді жағып отырамыз. Мінекей, крем барлық жеріне жетуі керек. Үстіне осылайынан құрастырып жаға бересіздер. Содан соң жаңағы біздің майдалап алған ұнтақтаған крошкаларымызды алып, үстінен әдемілеп сеуіп шығамыз. Кремді әркім әртүрлі жасайды. Мен кәдімгі қарапайым сүттен жасадым. Сгущенкадан да жасайтындар бар. Осылайынан жанына жақсылап себеміз. Бұл пирогқа аса көп бюджет қажет емес. Осылайынан үй жағдайындағы қолда бар заттармен пісіріп, дәмді етіп дастарханға тартсаңыздар болады. Міне, уже дайын күйде осылайынан көрінеді. Өте дәмді болып шықты. Коржды жинап болған соң біраз уақытқа тындырып қойыңыздар. Ас болсын.